Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен бүгін салық мөлшері мен салықтық түсімдер арасындағы байланысты қарастырамыз. Алдарыңызда тауар нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдік графигі берілген. Егер де салық өндірушілерге салынған жағдайда, ұсыныс қисығы сол жаққа жылжиды. Егер де салық төлеушілер тұтынушылар болған жағдайда, сұраныс қисық сызығы, деманд қисығы сол жаққа жылжиды. Нарықтың қай тарапына салық салынғанына қарамастан, нәтиже бірдей болады. Ол қандай нәтиже? Тұтынушы төлейтін баға өседі, price of buyers, сатушы қабылдайтын баға түседі, price of sellers. Осы екі баға арасындағы айырмашылық салық мөлшерлемесін береді. Егер де біз салық мөлшерлемесіне сатылған өнім көлемін Q2-ні көбейтетін болсақ, біз салықтық табысты анықтай аламыз. Және бұл графикте бұл сары түсті тіктөртбұрышпен белгіленген. Жалпы тауарға салынатын салық осы тауардың аз көлемінің өндірілуіне алып келеді. Салық салынбағандағы өндірілген өнім көлемі Q1 болса, салық салынғандағы өнім көлемі Q2-ге тең болады. Q2 мен Q1 арасындағы айырмашылық қол жеткізілмеген мүмкіндіктер немесе жоғалтулар болып табылады, және графикте біз оны күлгін түсті үшбұрышпен белгілейміз. Мемлекет тарапынан салық мөлшерлемесінің өсуі салықтық табысты көбейтеді, сонымен қатар өндірілген өнім көлемін азайтады, демек жоғалтулардың да көлемін өсіреді. Салық мөлшерлемесі жоғары деңгейде болса, графикте көріп отырғандарыңыздай, тұтынушы төлейтін баға мен сатушы қабылдайтын баға арасындағы алшақтықта өседі. Бұл алшақтық жоғары салық мөлшерлемесін суреттейді. Демек, жоғары салық мөлшерлемесі мемлекетке түсетін салықтық табыстардың азаюына алып келеді. Және де тым жоғары салық мөлшерлемесі өндірілген өнім көлемін азайтады. Графикте Q1 мен Q2 арасындағы алшақтықпен суреттелген. Демек, бұл жоғалтулардың да көлемін өсіреді. Бұл дегеніміз не? Тым жоғары салық мөлшерлемесі өндірушілердің бизнес жүргізу ынтасын азайтады, мотивациясын түсіреді, немесе өндірушілер жасырын экономика саласына қарай өтуі мүмкін. Келесі графикте салық мөлшерлемесі мен жалпы экономикадағы жоғалтулар арасындағы тура байланыстың бар екенін көре аламыз. Салық мөлшерлемесі неғұрлым өскен сайын, зардаптары да, қол жеткізбеген мүмкіндіктердің де ауқымының өсетінін көре аласыздар. Біз оны Лафер қисық сызығы арқылы түсіндіре аламыз. Лафер қисық сызығында біз X осінен салық мөлшерлемесін белгілейміз, Y осінен салықтық табыстарды белгілейміз. Салық мөлшерлемесі бастапқыда T1 деңгейінде болған жағдайда мемлекеттік бюджетке TR деңгейіндегі салықтық табыс түседі. Салық мөлшерлемесінің өсуі мемлекеттік бюджетке түсетін салықтық табысты да өсіреді. Ол TR2 деңгейіне тең. Салық мөлшерлемесінің тым жоғары болуы, мысал үшін T3 ол 90% салық мөлшерлемесі болған жағдайда мемлекеттік бюджетке түсетін салықтық табыстар азаяды, және ол TR3-ке тең болады. Демек, TR3 нүктесіндегі салықтық табыс бастапқы TR1 немесе TR2 деңгейіндегі салықтық табыстармен салыстырғанда әлде қайда төмен болады.